1942 жылдың 5 сәуірінде Адольф Гитлер нөмірі 41 арнайы директиваға қол қойды. Бұл құжатта ол вермахтың негізгі күштерін оңтүстікке бұрып, Сталинград пен Кавказды мүмкіндігінше қысқа мерзімде басып алуға бұйрық берді. Алайда фюрердің бұл жоспарын немістер бірден жүзеге асыра алмады. Неміс армиясы үшін басты кедергі кеңес Крымы болып қала берді. Қоршаудағы Севастополь тұтас бір неміс армиясын байлап тастады. Қаланы басып алу үшін немістер барлық қолда бар резервтерін жұмсауға мәжбүр болды. Қара теңіз флотының басты базасы үшін шайқастар немістер үшін нағыз қорқынышқа айналды. Біздің жауынгерлер әр батарея үшін шайқасты және тек соғысатын ештеңе қалмаған кезде ғана шегінуге мәжбүр болды. Севастопольдің қорғанысы 250 күнге созылды. Европадағы ешбір қалаға немістер дәл осындай ұзақ уақыт бойы шабуыл жасамаған. Қорғаушыларының қайсарлығына ашуланған фашистер Севастопольді жер бетінен мүлдем жойып жіберуді шешті. Ешбір рейхте Крым үшін шайқастарда жұмсалғандай көп ауыр артиллерия оқ-дәрілері жұмсалмаған. Немістердің алғашқы шабуылы неге толық сәтсіздікке ұшырады? Севастополь түбінде гитлершілер алғаш рет қандай ғажайып қару қолданды? Ал Севастополь тұрғындары теңдессіз қоршау кезінде қалай өмір сүрді? Мың 1941 жылдың маусым айында неміс армиясы кеңес одағынан басып кірді. Олардың шабуылы өте жылдам болды. Шілде айының ортасына қарай немістер Латвияны, Литваны, оңтүстік Эстонияны, Молдованы, сондай-ақ Украинаның және Белоруссияның батыс аймақтарын басып алды. Вермахт өз шабуылдарын асқан өктемдікпен және шамадан тыс сенімділікпен бастады. Өйткені олар айтарлықтай қарсылықпен бет-бе-бет келеміз деп ойламады. Алайда 13 шілдеде күтпеген жағдай орын алды. Кеңес авиациясының бомбалары 3-ші рейхтің мұнай жүрегі саналатын Румынияның Плоештигдегі мұнай өндіру орындарын талқандады. Унерея ірі мұнай өңдеу зауыты бір тәулік бойы өртеніп жатты. Көп замай бұл батыл шабуылды Қырымда орналасқан Қара теңіз флотының 6 бомбалаушы ұшағы жүзеге асырғаны белгілі болды. Бірнеше күннен кейін Гитлер оңтүстік армия тобының бір бөлігін Қырымға бағыттап, шабуыл бастауға бұйрық берді. Крымның маңызы кеңес авиациясы румын мұнай кен орындарына соққы жасай бастағаннан кейін күрт артты. Немістер үшін мұнай тепе-теңдігінің кез келген өзгерісі үлкен қауіп төндірді. Олар екі маңызды мәселені шешу үшін радикалды шаралар қабылдауға мәжбүр болды. Біріншіден, Крым кеңес алыс қашықтықтағы авиация үшін суға батпайтын әуе кемесі рөлін атқарды. Екіншіден, Крым Қара теңіз аймағын бақылауда ұстаудың стратегиялық орны болды. 14 ғасырдың соңында Қырым Ресейдің оңтүстігіндегі басты әскери тірегіне айналды. 1853 жылы түбекке Англия, Франция және Туркияның біріккен күштері шабуыл жасап, күшейіп келе жатқан Ресейдің әскери қуатын біржолата тоқтатуға тырысты. Европалықтар оны шығыс соғысы деп атады. Бұл қантөгісте Британ армиясының ең үздік сарбаздар мен офицерлері қаза тапты. Сол шайқастардың естелігі ретінде Крым соғысына арналған ескерткіштер Европаның көптеген астаналарында пайда болды. Крым соғысы Ресейге жаңа қаһармандар да келді. Адмирал Нахимов, Корнилов, Истомин, инженер Татлебин, матростар Кошка мен Шевченко, хирург Пирогов. Севастопольдің әр төбесі мен әр тасы жауынгерлік даңқпен көмкерілді.
17 жылғы революция мен азамат соғысы аяқталған соң, Қырым кеңестік Ресейдің құрамында қалды. Севастополь сақталған фортификациялық құрылыстармен бірге елдің оңтүстік шекараларын қорғауды қамтамасыз ететін қуатты әскери база болып қала берді. Немістер Бисмарк заманынан бері Қырымның стратегиялық маңызын жақсы түсінді. Қырымды бақылауда ұстау, Қара теңізді бақылау. Қара теңізде үстемдік орнату деген сөз екені ешқандай құпия емес. Қырым аса маңызды плацдарм. Оны басып алу арқылы немістер екі мәселені шешуді көздеді. Біріншісі Кавказға еш кедергісіз басып кіруді қамтамасыз ету, ал одан әрі Закавказье арқылы британдық Үндістанға жету. Ұлы Отан соғысының алғашқы күні-ақ неміс авиациясы Севастопольге соққы жасады. 41 жылдың 22 маусымында түнгі сағат 3 шамасында қала тұрғындарын авиациялық бомбалардың жарылысы оятты. Қалада дүрбелең басталды. Қалада неміс десанты Қырымға түсірілді деген сыбыстар тарады. Севастопольдің түнгі аспанын зениттік батареялар мен кемелердің қару-жарақтары отты сәулемен жарқыратты. Біз қорқынышты атыс даусынан оянып кеттік. Аулаға шығып аспанның түгелімен жарқыраған снарядтарға толғанын көрдік. Ал аспан арқылы шексіз шамдардың қозғалып жүргенін байқадық. Біз мұндайды Севастопольды ешқашан көрмеген едік. Атыс одан сайын күшейіп қорқынышты болып бара жатты. Жер дірілдеп, бәрі шайқалып тұрды. Бірақ біз әлі соғыс басталған түсінген жоқпыз. Алғашында бұл тек жаттығу шығар деп ойладық. Бірақ жер қатты дірілдеп, терезе әйнектері сынған кезде Подгорная көшесіне алғашқы бомба түсті. Кенеттен қаланың үстінде екі жарылыс естілді. Екі алып жарқыл көрінді. Бірақ жалын болған жоқ, тек аспан алаулап қызарып тұрды. Осыдан кейін біз бұл жай оқу жаттығу емес екенін түсіндік. Мұндай нәрсе оқу жаттығуда болмайды. Нағыз соғыстың басталғанын сол кезде түсіндік. 1941 жылдың шілде айында неміс әскері Кеңес Украинаның басым бөлігін басып алды. Қырым түбегі Кеңес одағының құрлықтық бөлігінен толығымен оқшауланып қалды. Гитлер қыс түскенге дейін түбекті басып алуға бұйрық берді. Қыркүйек айында Вермахт әскерінің алдыңғы шебі Днепр өзенінен өтіп, Перекоп ойнағында күштерін жинай бастады. Қырым қорғанысқа дайындалды. Түбекті қорғау үшін генерал-полковник Федор Кузнецов басшылығымен 51-ші армия құрылды. Севастополь теңіз зауытында 5 кеңестік бронепойыздың бірі Железников жасалды. Пулеметтермен, артиллериялық және зениттік қарулармен жабдықталған бұл пойыз Севастопольды қорғау кезінде 140 әскери рейд жасады. Немістер бұл қолға түспейтін пойызды жасыл елес деп атаған. Түбекті теңізден қорғау үшін Париж коммунасы линкоры, 5 крейсер, 3 көшбасшы, 13 эсминец және 44 сүңгір қайық жұмылдырылды. Қара теңіз флотын 44 жастағы вице-адмирал Филипп Октябрьский басқарды. Оның бұйрығымен Севастопольда айнала 3 қорғаныс шебі салынды. Жаңа артиллериялық батареяларды тұрғызу үшін ірі калибрлы қарулар әскери кемелерден алынды. 3,5 айдың ішінде Севастопольдіктер ондаған шақырым траншея, танкіге қарсы бөгеттер және доттар салды. 3 шілдеден бастап бүкіл қала 3 тылдық қорғаныс шебін құруға жұмылдырылды. Бұл негізінен танкіге қарсы ор қазу жұмыстар еді. Жер өте қатты болғандықтан, бұл жұмысты негізінен ер адамдар атқарды. Оның тереңдігі 2 метрге, ал ені 1,5 метрге дейін жететін. Елестетіп көріңіз, мұнда үлкен аумақтарды қазу керек болды. Севастополь теңіз бекінісі болғанымен құрлықтағы бекіністерді тұрғызу қажет болды.
Бұл құрылыс жұмыстары өте шұғыл жүргізілгенімен ұзақ мерзімді атыс нүктелерін, яғни доттарды салып үлгерді. Доттарды алдын ала дайындалған бетон элементтерінен құрастырып, кранмен орнатты. Бұл құрылыс ағаштан жасалған үйге ұқсайтын. Дайын ойықтары бар бөренелерге ұқсас тақтайлардан доттар жинақталып, арасы топырақпен толтырылатын. Бұл тәсіл қорғанысты айтарлықтай күшейтті. Қырымды басып алу үшін Гитлер вермахтың 11-ші армиясын жіберді. Ол бүкіл шығыс майдандағы ең мықты армиялардың бірі болып саналды. Оның құрамында 200 мыңнан астам сарбаз бен офицер, 400 танк, 2000 зеңбірек және 600 ұшақ болды. Армияны генерал Эрих фон Манштейн басқарды. Вермахта ол тәжірибелі әрі талантты стратег ретінде үлкен беделге ие болған. Бұл адам Францияны талқандауды жоспарлаған. Орақ пен соққы деп аталатын операцияның авторы болды. Ол сөзсіз немістің ең сауатты қолбасшыларының бірі еді. Манштейн ауыр артиллерияның жойқын соққысымен кеңес әскерлерін талқандап, содан кейін Қырымның далалық бөлігіне оперативті кеңістікке шығып, оларды біржола жоюға үміттенді. 1941 жылдың 24 қыркүйегінде немістер Перекопқа шабуылды бастады. Армянск қаласының маңында кеңес әскерлері бір апта бойы қорғанысты ұстап тұрды. Бірақ күштердің аздығынан және үлкен шығындардан кейін шегінуге мәжбүр болды. Перекопты басып алған немістер Тар Юшунь мойнындағы екінші қорғаныс шебіне жетті. Вермахты мұнда тоқтату мүмкін емес еді. Кузнецовтың 51-ші армиясы талқандалды. Түбекке басып кірген немістер Севастопольға қарай бет алды. Манштейн қаланы аз ғана гарнизон қорғағандықтан, ол ұзақ қарсылық көрсете алмайды және бірнеше күнде құлайды деп сенімді болды. 29 қазанда Севастопольде дабыл қағылып әскери теңіз жағалау қорғанысы училищесінің курсанттары көтерілді. Түн ішінде олар 35 шақырым жол жүріп, қаланың алыстағы шебінде жауды тоқтатуға шықты. Курсанттардың арасында 18 жастағы Николай Баранов та бар еді. Біз жаңа ғана қорғаныс жұмыстарын бастаған уақытта Севастополь қаласының қорғанысына жауапты Қара теңіз флоты қолбасшылығының орынбасары контр-адмирал Жуков келді. Ол жігіттер ешкім жоқ, тек сендер ғана сеніп отырмыз. Севастопольді қорғау сендердің қолдарында деп айтты. Сол сәтте біздің курсанттар батальонынан қарсы неміс фашист армиясының 2 атқыштар дивизиясы және Циглердің моторлы бригадасы шабуылға шықты. Оларда танктер де басқа да техника жеткілікті. Олар бізге жақындаған бойда оқ жаудыра бастады. Біз ештеңе істей алмадық, тек окоптарда жатып еңкеумен болдық. Немістер танктермен біздің окоптарды атқылап, кейін жақын келді. Бронетранспортерлер және жаяу әскерді шабуылға жіберді. Бұл ең қорқынышты шайқас болды, нағыз сұмдық. Олардың атысы өте қатты және жойқын еді. Алғашқы шайқаста әсіресе бірінші ротада көптеген адам қаза тапты. Менің окопымда 14 курсант болды, бірақ олардың тек 4-еу ғана аман қалды. Қалғандар жараланып немесе мерт болды. Немістер 3 күн қатарынан шабуыл жасады. Соған қарамастан олар біздің позицияларды басып ала алмады. 7 қарашада Дуванкой ауылының маңында ауыр шайқастар жүріп жатқан кезде 18 батальонның 5 теңіз жаяу әскері гранаттар мен жанғыш қоспасы бар бөтелкелермен қаруланып, жаудың 9 неміс танкін жойып, моторланған жаяу әскер бөлімшесінің шабуылын тоқтатты. 5 теңізші де сол шайқаста қаза тапты. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ержүрек шайқасқан теңіз әскери қызметкерлерін
Матростарды немістер алғаш рет қара өлім деп атады. Бұл атау олардың қайтпас қайсарлығына, ерліктері мен батылдығына байланысты берілді. Тарихта теңізшілердің гранат байламдарын алып, танктердің астына түскен бірнеше ерлік оқиғасы бар. Олар шынайы адалдық пен батылдық үшін соңына дейін шайқасты. Немістер бұл теңдессіз күшпен алғаш рет Севастополь қорғанысы кезінде бетпе-бет келді. 2 қарашада Маккензиев биігінен немістерге қарсы 30-шы жағалау батареясы оқ атты. Бұл Еуропадағы ең қуатты қорғаныс құрылыстарының бірі. Батареяның құрылысы 20 ғасырдың басында басталып, 1934 жылы ғана аяқталды. Жер үстінде орналасқан 2 305 мм зеңбірек қалың броньмен қапталған болатын. Әрбір мұнара 17 электр қозғалтқышының көмегімен 360 градусқа айнала алатын. Батарея 44 шақырымға дейін атуға қабілетті болды. Жер астындағы темір-бетон құрылымдарда командалық басқару пункттері, шаруашылық және қойма жатын бөлме, ас үй мен электр станциялары орналасты. Севастополь қорғаушылары бұл батареяны жерге көмілген линкор деп атады. Батарея басшысы майор Григорий Александр болды. Алғашқы неміс шабуылының 16 күн ішінде 30-шы батарея 517 снаряд атты. Оның оты неміс әскерлерінің алдыңғы шебінің жартысынан көбін жойды. Батареяның оты неміс әскерлерінің алдыңғы шептек бөлімшелерінің жартысынан көбін жойып жіберді. Ол немістерге қарсы оқты тек курсанттар шайқасқан ауданға ғана жаудырған жоқ. Сондай-ақ Альма станциясындағы және Бахчисарай маңында жау шоғырланған жерлерге де соққы берді. Осы оқиғадан кейін немістер жағдайдың мүлде басқаша екенін түсінді. Олар біздің шегінбейтінімізді, қашпайтынымызды сезді және бұдан былай бізге басқаша көзқараспен қарай бастады. Немістер Қара теңіз флотының жағалау батареяларына, соның ішінде 30-35 батареялардың 305 мм линкорлық калибріне қарсы ештеңе істей алмады. Бұл батареялар теңізден құрлыққа қарай бағытталып, жаяу әскерді, танк колонналарын және басқа да бөлімшелер тиімді түрде жойып отырды. Батареялардың атысы секторлар бойынша дәл есептеліп жүргізілді. Қырымды басып алу әрекетінің бастапқы кезеңінде немістерге тән емес шамадан тыс сенімділік байқалды. Олар әскери жетістіктерінің эйфориясымен Севастопольді оңай жаулап аламыз деп ойлады. Алайда олар Севастополь мен севастопольдіктердің қайсарлығын дұрыс бағаламады. Севастопольге шабуыл кезінде немістермен бірге 4-ші румын таулы дивизиясы да соғысқа қатысты. Румындар 2-ші дүниежүзілік соғыстың алғашқы күндерінен бастап нацистік Германияның одақтасы болды. Румын диктаторы Ион Антонеску шығысқа жорықта Гитлерге көмек ретінде 200 мыңнан астам сарбаз жіберді. Олар Қызыл армияға қарсы Украинада, Қырымда, Кавказда және Сталинград түбінде шайқастарға қатысты. Румыния неміс әскери өнеркәсібі мен армиясына мұнай жеткізудің негізгі жеткізушісі болды. Ол Германияға қажетті мұнай өнімдерінің 60%-ын қамтамасыз етті. Төртінші рейхке адал қызмет үшін Гитлер румындарға алғыс ретінде жаңа ұлы Румыния құрамына Молдавияны, сондай-ақ оңтүстік Новороссияның кең аумақтарын, оның ішінде Одессаны қосуға уәде берді. Румындар Германияның одақтастары болды. Оларға оңтүстік фронт деп аталатын бағыт берілді. Олар Одессаға шабуыл жасап, Крымда да немістермен бірге соғыс жүргізді. Крымда болған қираулар мен жаппай адам өлтірулер үшін румындар да немістермен бірге жауапты. 1941 жылдың қараша айының соңында немістердің Севастопольге жасаған шабуыл тоқтатылды. Қала құрлықтан толық қоршауға алынды. Осы кезден бастап Севастополь тек теңіз арқылы ғана қамтамасыз етілді.
Әскери кемелер мен жүк таситын кемелер қалаға оқ дәрі-дәрмек, азық-түлік және жаңа күштер жеткізіп тұрды. Сонымен қатар тұрғындарды эвакуациялау басталды. 6 қарашада Севастопольден Армения теплоходы шықты. Келесі күні бұл кеме неміс ұшағының шабуылына ұшырады. Теплоход небәрі 4 минут ішінде суға батып кетті. Оның бортында шамамен 7000 жолаушы болған. Тек 8 адам ғана тірі қалды. Бұл қайғылы оқиға 2-ші дүниежүзілік соғыс кезеңіндегі Кеңес флотының ең ірі апаты болды. Оған дейін Одесса маңынан генерал-майор Иван Петровтың басшылығымен Приморск армиясының 86.000 сарбазы Севастопольге жеткізілді. Севастополь жаңа шабуылға дайындалып жатты. Ешқандай үрей, ешқандай қорқыныш болмады. Дәрігерлер тынымсыз еңбек етті. Жараланғандарды біз көріп жүрдік. Ал қайтыс болғандарды жедел жәрдем дереу алып кетті. Өз жұмысын тоқтаусыз атқарып жатты. Біреудің жараланғанын біліп, естіп келсе, бәрі оған көмектесуге тырысты. Барлық бір адамның жағдайын жеңілдету үшін жүргізетін. Ұшақтар көрінген кезде барлығы ерекше қызығушылықпен, алаңдаушылықпен бақылап тұратын. Білесіз бе, бүкіл халықтық рухтың оянуы еді. Біз жанашыр болдық. Жеңіске жету үшін бар күшімізді салуға бәріміз дайын тұрдық. Барлық майданға аттануға дайын болды. Мен де халық жасақтарына қосылу үшін өтініш білдіріп жүрдім. Севастополь ешқашан берілмейді деп ата-анам сабырлыққа шақырды. Қоршау кезінде Севастопольдің әскери заводтары, госпитальдары, қоймалары мен казармалары 19 ғасырдағы жерасты штольналарына эвакуацияланды. Сол жерде минометтар мен оқ-дәрілердің жаппай өндірісі ұйымдастырылды. Бірнеше ауысыммен тынымсыз еңбек еткен жұмысшылардың арасында әйелдер мен балалар көп болды. 42 жылы ТАСС тілшісі 25 жастағы қол гранаталарын дайындаушы Анастасия Чаустың ерлігі туралы жазды. Қаланы бомбалау кезінде ол сол қолынан айырылды. Госпитальдан зауытқа оралғаннан кейін Анастасия бір ғана оң қолмен жұмысын жалғастырып, күнделікті өндірістік жоспарды 230%-ға асыра орындап отырды. Севастополь халқының ерлігін Ленинградты қорғау кезіндегі ленинградтықтардың ерлігімен салыстыруға әбден болады. Бұл өте орынды. Сол кездер олар жаудың тұрақты оқ жаудырғанына, бомбалардың тоқтаусыз түсіп жатқанына қарамастан, әскери кәсіпорындарда үздіксіз жұмыс істеді. Осындай ауыр жағдайларда азық-түлік пен дәрі-дәрмектің жетіспеуі, жаралылардың өте көп болуы сияқты қиындықтарға қарамастан халық үлкен ерлік танытты. Олар бар күш-жігерін салып, соңғы мүмкіндік алғанша жұмыс істеп майданды оқ-дәрімен қамтамасыз етті. 41 жылдың 17 желтоқсанда таңсәріде неміс әскерлері Севастопольге екінші шабуылын бастады. Манштейннің жоспары қарапайым еді. Ол солтүстік шығанаққа жетіп, Қызыл армияның қорғанысын бұзып, жабдықтау жолдарын кесіп 4-ші күнде қаланы басып алуды көздеді. Вермахт негізгі соққысын Маккензиев тауларының маңайында және Белбек өзен аңғарында жасады. Немістер әскер саны мен қару-жарақ күші бойынша қала гарнизоннан 2 есе артық еді. Қала тұрғындарының үстіне авиациялық бомбалар мен ауыр артиллерия снарядтарының тасқыны төгілді. Манштейннің үлкен шеберлігі өзіне жаңа дивизиялар, жаңа артиллерия және авиация сияқты резервтерді сұрап алуында еді. Желтоқсан айындағы шабуыл кезінде қазір біз Севастопольді аламыз. Сонда бүкіл 11-ші армия, яғни 200.000 адам босап шығып, кез келген басқа учаскеге барып, кез келген тапсырманы орындай алады деп барлығына уәде берді. Бұл ұсыныс өте тартымды болғандықтан оған барлық қолжетімді резерв берілді. Немістер кеңес әскерлерінің қорған шебін бұзып өтсе де, бірден шығанаққа жету мүмкін болмады. Қаланы қорғаушылар бар күш-жігерлермен жаудың шабуылдарын тойтарып отырды. 20 желтоқсан күні Севастополь қорғанысына жауапты басшысының орынбасары контр-адмирал Жуков Мәскеуге хат жазды. Шабуылдар осы қарқынмен жалғасатын болса, Севастополь гарнизоны 3 күннен артық шыдай алмайды. Мәскеу бұл жағдайға өте қатты жауап қайтарды.
желтоқсан айы кеңес әскерлерінің жалпы қарсы шабуылы жүріп жатқан кезең болатын. Сондықтан Мәскеу түбіндегі жеңістердің аясында Севастопольды жеңіске жол беру мүлде қабылданбайтын еді. Осыған байланысты бұйрық бойынша Севастопольге 79-ші арнайы теңіз бригадасы жіберілді. Бұл бригада өте тәжірибелі, жақсы ұйымдастырылған және десанттық операцияларға арнайы дайындықтан өткен еді. Бригада шайқасқа кірісіп, немістердің соңғы шабуыл жасау әрекеттерін толықтай тоқтатты. Элиталық 79-ші бригада дайындалған және жақсы қаруланған теңізшілерден құралған. 21 желтоқсан күні таңертең Севастопольге келіп, бірден жаудың негізгі күштеріне қарсы бағытталды. Келесі күні шайқасқа Қара теңіз флоты қосылды. Кемелер кезек-кезек 20 сағат бойы оқ атты. Неміс дивизиялары тоқтатылды. Кеме экипаждарын атақты қара өлімді және далалық әскерлерді біріктіре отырып ұйымдастырылған қорғаныс күтпеген нәтижеге қол жеткізді. Бұған қоса қарсылықтың өзі өте қатал болды. Біздің жауынгерлер әрбір тас үшін, әрбір үй үшін, әрбір батарея үшін жан аямай шайқасты және тек соғысатын адам қалмағанда ғана шегінуге мәжбүр болды. Немістер Севастопольге оңтүстіктен, яғни Ялта тас жолы бағытымен шабуыл жасауға қорықты. Манштейн кеңес флотының ықтимал әрекеттерінен қауіптенетінін ашық түрде түсіндірді. Сондықтан негізгі соққы солтүстіктен бухтаға қарай бағытталды. Жоспар бойынша бір ғана соққымен, егер бірдеңе дұрыс болмай қалса, ешқандай резервсіз кеңес қорғанысын бұзып өтуге болады деп есептелді. Севастополь қорғанысының бұзылуынан қауіптеніп, кеңестік басшылық Қырымға десант түсіруді ұйғарды. Мұндай күрделі операцияларды КСРО-да әлі ешкім жүргізген жоқ. Бұл соққыны жоспарлауға Қырым майданының қолбасшысы Козлов пен болашақ кеңес одағының маршалы Толбухин жасады. 26 желтоқсанға қараған түні Керчьке теңіз жаяу әскерінің алдыңғы қатарлы отрядтары түсірілді. Бір апта ішінде түбекке 86.000 адам жеткізілді. Кеңестік десантшылар Керчь түбегінің барлығын дерлік немістерден азат етіп, Феодосияны алды. Алайда Козлов шабуылды жалғастыруға батылы бармай, күштің жеткіліксіздігін алға тартты. Бұл шешім қайғылы салдарға алып келді. Немістер осы үзілісті пайдаланып, резервтерін жеткізіп, Феодосияны қайта басып алды. Осыдан кейін бірінші дәрежелі комиссар Лев Михлестің талабымен Толбухин өз лауазымынан алынды. Мехлис әскери мәселелерді нашар түсінетін партия қызметкері болды. Нәтижесінде ол Қырым майданын ұстап тұра алмады. 1942 жылдың мамырына қарай немістер бұл майданды талқандады. Керчь десантының бастапқы жетістіктері іс жүзінде жоққа шығарылды. Бұл тек көрсетілімділік әрекет болды, дегенмен әрине қолбасшылық ол жерде бекініп, Севастопольге көмектесуді жоспарлаған еді. Алайда өкінішке орай бұл десанттың тарихы қайғылы аяқталды. Немістер ақырында біздің десантты алдыңғы шептен ығыстырып шығарып жіберді. Дегенмен 41 жылдың желтоқсанында біздің әскерлер немістердің терең тыл деп санаған Керчь портын басып алып, оны ұзақ уақыт ұстап тұрғаны ерекше назарға лайық. Сол себепті бұл оқиға Қырым қорғанысының батырлық тарихының бір бөлігі. Соған қарамастан Керчь десанты Манштейнді өз армиясының бірнеше дивизиясын шығысқа ауыстыруға мәжбүр етті. Нәтижесінде Севастопольды екінші рет шабуылдау сәтсіз аяқталды. Қырымдағы тағы бір сәтсіздік туралы естіген Гитлер қатты ашуланды. Ол генералдардың бір ғана орыс қаласының Европаның жарсынан да ұзақ уақыт бойы берілмей қарсыласып келе жатқанын үшін сөкті. Франция 44 күнде, Польша 35 күнде, Бельгия 19 күнде құлады. Ал Севастополь 2 ай бойы вермахтың ең мықты армияларының біріне төтеп беріп тұрды. Қырымда 40 мыңға жуық неміс сарбазы мен офицер қаза тапты. Манштейн Севастопольды және оның бекіністерін жермен жексен етуді бұйырды. Неміс артиллериясы барлық калибрдегі зеңбіректерден қалаға оқ жаудырды. Кейін Манштейн былай деп еске алды:
Жалпы алғанда екінші дүниежүзілік соғыс кезінде немістер Севастопольге шабуыл кезіндегідей ауқымды артиллерияны ешқашан пайдаланған емес. Әрине басшылыққа 11-ші армияға қарсы Мажино сызығымен салыстырылатын қорғаныс құрылғаны туралы баяндалды және артиллериялық топты күшейту туралы өтініш жасалды. Оның ішінде бастапқыда Мажино сызығы үшін арналған зеңбіректер де болды. Мақсаттарды орындау үшін үлкен ресурстар бөлінді. Бұл тапсырма Гитлердің жеке бұйрығымен орындалды. Қазірдің өзінде 42 жылдың наурызына дейін бүкіл рейхте Крым үшін күресте жұмсалған ауыр артиллерия оқ-дәрілердің саны басқа жерде болмаған деп нық сеніммен айта аламыз. Бұл өнеркәсіптен арнайы тапсырыстар арқылы үлкен қаражатқа өндірілген оқ-дәрілер еді. Кеңес жағалау батареяларын жою мақсатында немістер Севастопольге аса ауыр Дора қоршау зеңбірегін әкелді. Бұл алып гаубица екінші дүниежүзілік соғыс басталар алдында француздардың Мажино сызығын қирату үшін арнайы жасалған болатын. Салмағы 1350 тонна болатын бұл зеңбірек екі локомотивтің көмегімен темір жол арқылы тасымалданды. Зеңбіректі қолдануға қажетті жабдықтар 106 вагонға тиеленіп әкелінді. Ол гаубицаны қызмет көрсетумен 4000 адам айналысты. Салмағы шамамен 7 тонна болатын Дора снаряды 1 метрлік болат қабатын немесе 7 метрлік бетонды тесіп өте алатын. Қырымда бұл зеңбіректен 53 снаряд атылды. Алайда олардың бірде-бірі 30-шы батареяға дәл тиген жоқ. Бұл өте қымбат әрі күрделі қару, оған өте көп қызмет көрсетуші персонал және күрделі жауынгерлік үйлесімділікті қажет етті. Дораны мұнда 5 эшелонмен жеткізді. Ал бұл жауынгерлік үйлесімділікті іс жүзінде жүргізу мүмкін болмағандықтан, әрбір оның оқ ату жауынгерлік жаттығу ретінде есептелді. Нәтижесінде 53 оқтың тек 3-і ғана нысанаға тиді. Дораның снаряды салмағы үлкен металл кесек. Негізінде бұл бронь тесуге арналған металл кесек. Оның қирату үшін салмағы мен жылдамдығынан туындайды. Алайда қирату күші жүзеге асу үшін снаряд бетонға дәл тию қажет. Ол жерге түссе, онда ешқандай пайдасы болмайды. 1942 жылдың мамыр айында кеңес әскерлері Керчь түбегін тастап шығуға мәжбүр болды. Енді Манштейн өзіндегі барлық резервтерді Севастопольге шоғырландыруға мүмкіндік алды. 7 маусымда немістер қаланы 3-ші рет шабуылдауды бастады. Сол күні гитлершілер 4000 тонна оқ-дәрі, яғни оқ-дәрі қорының шамамен 4/1 жұмсады. Біздің қорғаныс шептерінің барлық бөліктерінде қанды шайқастар басталып кетті. Севастопольде қалған азғантай кеңестік әскерлер күн сайын 15-20 шабуылға төтеп беріп отырды. Осы күндері кеңестік газеттердің алғы беттерінде 20 жастағы мейірбике Мария Байданың ерлігі туралы жазылды. Неміс әскерінің шабуылының алғаш күнді Мария тұтқында болған кеңестік командир мен 8 жауынгерді босатып алды. Автоматпен 15 жау солдатын және 1 офицерді жойды. 4 нацисті Мария мылтықтың дүмімен өлтірді. Осы ерлігі үшін оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Маусымның ортасына қарай Севастопольге қажетті жабдықтармен қамтамасыз ету тоқтады. Неміс авиациясы кеңес кемелерін күн сайын суға батырып отырды. 26 маусымда Севастопольге Ташкент лидер кемесі жол тауып кірді. Ол қалаға қажетті оқ-дәрі мен жанармай әкелді. Бірақ бұл жағдайды түбегейлі өзгертуге жеткіліксіз болды. 17 маусымға қарай неміс әскерлері Севастополь қорғанысын бұзып, біздің жағалаудағы батареяларымызды қоршауға алды. Оларды қорғаған сарбаздар жер астындағы казематтарға қамалып қалды. 21 маусымда 30 батареяның командирі майор Александр зеңбірек мұнараларын, дизельдік қондырғыларды және электр станциясын жарып жіберуге бұйрық берді. Қалған артиллеристерді немістер жер астындағы казематтардан қуып шығу үшін оқ-дәрі зарядтарын және уландырғыш газдарды қолданды.
1942 жылдың 1 шілдесіне қараған түні вице-адмирал Октябрьский Ставкаға Севастополь қорғанысын жалғастыру мүмкіндігінің таусылғанын баяндады. Севастопольде қалған 100 мың сарбазды жүзу құралдарымен эвакуациялау мүмкін емес еді. Сол күні кешке Октябрьский Кавказға ұшып кетті. Онымен бірге ұшақтармен суасты қайықтар арқылы шамамен 500 адамнан тұратын топты құрам эвакуацияланды. Басшылықтың қашып кетуі Севастопольдің қалған қорғаушыларына ауыр әсер етті. Суасты қайығында генерал Петров өзін-өзі атып өлтірмек болды. Бірақ оның әріптестері бұған жол бермеді. Қаланың соңғы қорғаушыларының шамамен 80 мыңы жау тұтқынына түсті. Бұл жағдайда Севастопольды уақытша тастап кету туралы өте қиын шешім қабылданды. Бұл шешім қаланың болашақта сақтап қалу үшін жасалды. Қала өзіне жүктелген маңызды рөлді орындап үлгерді. Ол қарсыластың күшін және техникасын жойды. Қаланы уақытша тастау туралы шешім қолайлы сәт туған кезде, әскери стратегиялық жағдай өзгергенде, оны азат ету үшін міндетті түрде қайта оралу шартын ескере отырып қабылданды. Нацистік басшылықтың жоспарына сәйкес Қырым 3-ші рейхтің құрамындағы ерекше аймаққа айналу керек болды. Гитлер түбекті толықтай германдық емес халықтардан тазартып, оны неміс қоныстанушылармен толтыруды талап етті. Түбек вермахтың оккупациясына ұшырағаннан кейін Қырымға неміс археологтарының тобы жіберілді. Олар Қырымды ежелгі гот тайпаларының, яғни немістердің арғы аталары деп есептелген халықтардың байырғы жері деп мәлімдеді. Сол уақытта шығыс колониялары істер жөніндегі министр Альфред Розенберг Севастопольды Теодорисхафен, ал Симферопольды Готсбург деп атауды ұсынды. Готенланд жобасы бұл жердің тарихи түрде германдықтарға тиесілі екенін және неміс қоныстанушыларының мекені болу керектігін мәлімдеді. Бұл тек Қырыммен шектелмей, оған іргелес жатқан Таврия аймақтарын тіпті Меус өзеніне дейінгі жерлерді қамтыды. Яғни Кеңес одағы жеңілгеннен кейін Меус өзені 3-ші рейхтің 1000 жылдықтың рейхтің шығыс шекарасын белгілеу тиіс болды. Севастопольды басып алғаннан кейін басқыншылар қалада әскери шеру өткізді. Графская пристань маңындағы орталық алаңда румын әскерлерінің колонналары салтанатты маршпен жүріп өтті. Жойылған Ленин ескерткішінің тұғырында шеруді неміс, румын және итальян офицерлері қабылдады. Нацистік үгіт-насихат Германия және оның одақтастарының шығыс майдандағы ең қуатты орыс бекінісін жермен жексен еткен туралы жаршалды. 1942 жылдың тамызында Севастополь құлағаннан кейін бір ай өткен соң Қырымға румын патшасы Михай I келді. Патшаны 30-шы батарея мен Инкерман тас қазбаларының қирандылары ерекше қызықтырды. Михайға кеңес әскерлерінің шегінер алдында жер асты өткелдерін ішіндегі адамдармен бірге жарып жіберген туралы айтылды. Алайда румындардың неміс одақтастармен бірге жасаған қылмыстар мен жауыздықтар туралы жас монархқа айтпады. Қырым бастапқыдан толық тазартылуы тиіс болған. Жалпы неміс оккупациясы кезінде Қырымда шамамен 130 мың жергілікті тұрғын жойылған. Қырым үшін бұл өте үлкен сан. Қырымда бірнеше концлагер құрылды. Олардың ішінде ең қатыгезі орналасқан жердің атауына сәйкес шартты түрде Қызыл деп аталды. Әртүрлі деректерге сәйкес осы лагерде 15 мың, 30 мыңға дейін отандастарымыз қырылған немесе азаппен өлтірілген. Севастопольды басып алған үшін Манштейнге фельдмаршал атағы берілді. Соғыстан кейін ол күйдірілген жер тактикасын қолданған үшін 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда 8 жылдан кейін босатылып, Германия Федеративтік Республикасының канцлері Аденаурдың қорғаныс және әскери доктринасы әзірлеу мәселелері бойынша кеңесшісі болып жұмыс істеді.
Қырымның оккупациясы 1 жыл 10 айға созылды. Немістер 45 мың қырымдықты Германияға жұмысқа күштеп айдап әкетті. Севастополь толығымен қираған еді. Қалада су құбыры мен кәріз жүйесі жұмыс істемеді. Электр жарығы да болмады. Барлық өнеркәсіптік кәсіпорындар немістер тарапынан жарылып жойылды. 1944 жылдың мамыр айына қарай соғысқа дейін 105 мың тұрғыны бар қаладан тек 3 мың Севастопольдік тірі қалды. Мұнда Гитлердің Қырымды саяси экономикалық фактор ретінде қарастырған атап өту қажет. Бұл жерде мәселе неде? Туркия Германияға заңсыз түрде хром рудаларын жеткізіп отырды. Тиісінше Қырымды иелену рейхтің тұрақтылығын көрсететін индикатор ретінде түрік элитасы үшін маңызды болды. Крым Қара теңізді бақылап тұрған кезде және түбек немістердің қол астында болғанда хром рудасы жеткізілді. Ал Крым азат етілген сәттақ түрік өкіметі немістермен кез келген байланысты үзді. Севастополь 1944 жылдың көктемінде Қызыл армияның күшімен азат етілді. Бар болғаны 35 күн ішінде кеңес әскерлері Керчь пен Перекоп жағынан шабуылдап, вермахтың Қырымдағы барлық тобын толықтай жойды. Немістер бірнеше ай бойы қорғануға үміттенген Севастополь небәрі 5 күн ішінде азат етілді. Неміс әскерлері 100 мың адамнан айырылды. Оның ішінде қаза тапқандар мен тұтқынға түскендер бар. Бұл өте ауыр қан төгіске толы операция болды. Немістер Севастополь үшін соңғы мүмкіндіктеріне дейін күресті. Соңғы әскери қызметкерлерін эвакуациялауға да үлгермей қалды. Бұл оқиға ерекше маңызға ие болды. 44 жылдың 9 мамырында Севастополь азат етілсе, сол жылдың мамыр айының соңына қарай Қырым түгелдей немістерден тазартылды. Севастополь ерекше қала. Бұл жауынгерлік дан қаласы, ерлік пен батырлықтың қаласы. Бұдан артық сөз айту мүмкін емес. Біз жеңісті күттік. Әрбір курсанттың жүрегінде осы сенім болды. Мен бірде-бір адамның күмәнданғанын көрген жоқпын. Күресу керек, жеңіс күнін күту керек және жеңіс біздікі болатынына сену керек. Солай болды. 1945 жылдың мамыр айында Севастополь КСРОда батыр қала атағына ие болған алғашқы қалалардың бірі болды. Азат етілгеннен кейін ол қалпына келтіруі тиіс 15 маңызды қаланың қатарына кірді. Соғыстан кейін қайта салынған Севастополь ірі әскери теңіз базасына айналды. Қара теңіз флоты оңтүстік Еуропада, солтүстік Африкада және таяу шығыстағы әскери саяси тепе-теңдік пен қауіпсіздіктің маңызды факторы болып қала берді.